Рататуй мультфильмін көргендер комментарияға «иә» деп жазыңыздаршы. Рататуй деген мультфильмді көргендер бұл тағамды біледі деп ойлаймын. Мен де дайындап көрейін деп шештім. Сонымен ең бірінші қызанақты қайнап тұрған суға 10 минутқа салып қоямыз. Болгар бұрышын фольгаға орап, пешке 180 градуста 15 минутқа қойып аламыз. Содан кейін жаңағы қызанақты қабығын аламыз. Қайнаған суға салса, қабығы тез алынады. Кішкентай 4 бұрышты етіп турап қойып қоямыз. Қызып тұрған майға пияз қуырып аламыз. Пиязды майдалап 4 бұрышты етіп тураймыз. Содан кейін сәбіз саламыз. Тағы да жақсылап қуырамыз. Содан кейін болгар бұрышын алып, шет жақтарын видеодағыдай тазалап, 4 бұрышты етіп тураймыз. Барлығын жақсылап тазалаймыз. Содан кейін қуырып жатқан болашақ соусқа салып, барлығын араластырып қуырамыз. Үстіне сарымсақ, яғни чеснок, розмарин және тимьян, тұз, қара бұрыш салып, бетін жауып, 6-7 минут баяу отта бұқтырамыз. Оған дейін кабачкиді, баялдыны, яғни баклажан және қызанақты жұқа етіп тураймыз. Егер сіз менің жаңа бейнелерімді жіберіп алғыңыз келмесе, жазылу батырмасының жанындағы қоңырауды басыңыз. Сонда сізге жаңа рецепт шыққан кезде бірден хабарлама келетін болады. Блендерға жаңағы қуырылған болашақ соусты құямыз. Ыстықтай құя беріңіз, ештеңе етпейді. Суығанын күтудің қажеті жоқ. Араластырғыштың көмегімен сұйық масса айналғанша араластырып аламыз. Осы жерде пешімізді 190 градуста қосып қоямыз. Соусты формаға құямыз. Қалауларыңызша базилик жапырағымен сәндеп салсаңыздар болады. Менде базилик болмағандықтан шпинат жапырағын қолдандым. Ең бірінші кабачкиді, содан кейін баклажан, қызанақ үшеуін кезектеп қолымызға жинап аламыз. Формаға дөңгелек етіп видеодағыдай орналастырып шығамыз. Үстіне тұз себеміз, үгітілген балғын сарымсақ, яғни чеснок жағып шығамыз. Бетін фольгамен жақсылап жауып, 190 градуста 50-60 минут пісіріп аламыз. Одан кейін фольганы алып тастап, 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Осымен рататуй дайын. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет.